Сәлем қыздар, таңғы асқа өте тез дайындалатын жүгері ботқасын дайындаудың дұрыс әдісін көрсетемін. Яғни дұрыс тамақтануда жүрген қыздар болса, онда дәл осы әдіспен жасап көрсеңіздер болады. Каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Каналда арықтау жайлы ақпараттар мен ПП рецепттерді таба аласыздар. Дәл осы әдіспен жасап көрсеңіздер, жүгері ботқаларыңызда ешқандай түйіршіктер пайда болмайды. Сол үшін жасап көруге кеңес беремін. Жүгері жармасын таңдағанда ұзақ пісетін түрлерін таңдаған дұрыс. Дәл осылай келілеп сатылатын түрлері негізі ұзақ пісетін түрлеріне кіреді. Жүгері ботқасын дайындау үшін бір адамға арналған порциясы құрғақ күйінде 30 грамм болу қажет. Ас үй таразысына ыдысымызды қойып, жүгері жармасының 30 граммын алып алу қажет. Жүгері жармасын 30 граммын өлшеп алдық. Енді келесі кезекте бізге 2 кесе, яғни шай кесе су қажет болады. Жүгері жармасын жуып аламыз да қазанға саламыз және үстіне 2 шай кесе суымызды құямыз. Суды құйып болған соң жарты шай қасық дәміне қарай тұзды саламыз. Қант салмаңыздар. Егер де артық салмақтан арылғыңыз келіп жүрсе, онда қант салуға болмайды. Орташа отта жүгері жармасын 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне бізде қайнауға дайындалып жатыр. Дәл осылай қайнай берсе, суы тартылады бізде және қоюланады. Ең бастысы қозғап тұрыңыздар, яғни түйіршіктер болмау үшін. Бұл жүгері ботқасы жалпы негізі бір адамға арналған. Егер де отбасыңызға дайындайтын болсаңыздар, адам басына 30 граммды көбейтіп жасай бересіздер. Жүгері ботқасын жалпы дайын болғанын дәл осылай қоюланғаннан байқаймыз. Енді үстіне сүтімізді қойып, шамамен 1 минуттай тағы да қайнатып пісіріп аламыз. Сүтімізді қойып, енді жақсылап араластырамыз да шамамен 1-2 минуттай тағы да қайнатып пісіріп аламыз. Шамамен 5 минуттай тұрса, бізде жүгері ботқасы тағы да қоюланады. Міне дәл осылай қоюланады. Жүгері ботқасы дайын болды. Әсемде өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты мен құлпынаймен әсемдедім. Жалпы таңғы асқа май жеген өте пайдалы. Сол үшін қолдың сары майын қосуды ұмытпаңыздар. Жүгері ботқамыз дайын болды. Каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да ПП рецепттер мен арықтау жайлы ақпараттар болады. Менің каналымда сіз 100% артық салмақтан арыла аласыз. Яғни сізге керекті каналдың бірі. Сіздермен болған құрметпен мен Айнагүл Жаманбай. Келесі видеода жолыққанша астарыңыз дәмді болсын.